Сәлеметсіздер ме мен алтын тыңдармандарым. Жігітім мен құрбым опасыздық жасады. Менің басымнан өтіп жатқан дәл қазіргі оқиғам құдды бір киноспеттес. Жасым 18-де. Иә, әлі жаспын. Ада әлде бағындырар асуым бар екеніне сенемін. Мына қыздағанда мәселе бар деп ойлайсыздар. Сол баяғы махаббат құрғыры адамды ауыртып бітті ғой. Жан құрбым менің сүйгеніме тұрмысқа шығады деп кім ойлапты? Бәрін басынан бастап баяндап берейін. Менің жігітім болатын. Мен онымен 8 ай жүрдім. Оны қатты жақсы көрдім. Ол да мені жақсы көреді ма, көрмеді ма білмеймін. Әйтеуір бақытты едім. Күндер өте келе сүйгенімді құрбыммен таныстырдым. Екеуі жақсы тіл табысып кетті. Менің жан құрбым болатын. Оны қатты сыйлайтынмын. 100 дос бергенше бір адал дос берген үшін Аллахқа ризашылығымды айтып жүретін едім. Бірде жігітім сол құрбымның телефон номерін сұрап алды. Ойымда ешнәрсе жоқ, берген едім. Алайда жігітімнің оны ұнатып қалатынын, WhatsApp желісі арқылы сөйлесетінін мен қайдан біліппін. Күндер өте келе құрбымды көп сұрайтынды шығарды. Кездесуге алып шықсаңшы дейтін еді. Ал мен дәл бір араларында аңқау адамдай жүре беріппін ғой. Көктем болатын, тамаша түн еді. Құрбыма асығып, оны қатты сағынғанымды айтайын деп келе жатқанда, жарты жылдан сүйгенім деп, жан құрбым деп аялап, сыйлап жүрген адамдарым құшақтасып, маған опасыздық істерін кім білген. Жасымнан тұйықтау өскен қыз едім. Оларға ештеңе деместен сол жерде іркіліп тоқтап қалып, көзімнен жас парлады. Тамаша түнім, құдды енді күн шықпайтын тас түнекке айналғандай. Үйіме келіп, өз-өзіме келе алмадым. Жасымды тыйып, телефон соқтым. Көтерді ол. Қайдасың деп сұрақ қойып едім. Достарыммен жүрмін. Артынан соғамын деп трубканы тастай салды. Солай қайтадан жылап, ұйықтап қалдым. Телефон соқты. Мен оған тез келуін өтіндім. Құрбыма да соғып, сені тәтті шайға шақырамын деп алдап шақырып алдым. Екеуі де келді. Сыртта тұрды. Екеуі бір-біріне жалт-жалт қарайды. Содан әңгімемнің басын ашып, жаңағыны екеуінің құшақтасып тұрғандарыңды көрдім деп едім, мойындамады. Қатты сөздер айттым. Құрбым да, жігітім де жылап кешірім сұрап, ақыры мойындады. Сөйтсем, құрбымның аяғы ауыр екен ғой. Денемнен бірі мұздай су төккенде қалшиып сол жерде тұра қалдым. Екеуінің жүздерін көргім келмеді. Жігітім де маған мені сүймейтіндігін, құрбыма үйленетіндігін айтты. Осы жағдайдан кейін кезекпе-кезек телефон соғып жатты. Көтермедім. Арада 5 күндей өтті. 5 күн өз-өзіме келе алмай, түс көріп жатқандай болдым. Бірақ ашуымды, ыза кегімді ақылға жеңдіре білдім. Ойландым. Сол 5 күн өткеннен кейін құрбым келіп, жігітімнен бас тартатындығын, баланы алдырып тастайтындығын айтқан еді. Оның түрін көргім келмеді. Сонда да мен оған баланы алдырмауын өтіндім. Сәбидің негінесі бар. Оған тұрмысқа шық деп, екеуіне де кешірімді бердім. Бірақ ауыз кешірді дегенмен, мына жұдырықтай жүрегім кешірер емес. Міне, 1,5 айда өте шықты. Екеуі сондай бақытты. Оларда жүрегім кешірмейді деп айтқанмен, Аллахтан олардың бақытын тілеймін. Енді тойға дайындық жүріп жатыр. Құрбым қыз жолдас болуын өтінді. Оның қалдырмай, жүрегім сыздаса да келіскен едім. Неліктен мен бұлай жаралады екен деп кейде налимын да. Тағдыр мені бұлай неге сынап жатыр? Адам баласына сенуден қалдым ғой. Жүрегім қан жылайды. Енді ата-анам, бауырларым үшін өмір сүремін. Бауырларымды аяққа тұрғызып, ата-анама жемісімді беремін бұйырса. Аллахым сүйгендеріңізден айырмасын. Бақытты болыңыздар. Себебі әр адам бақытты болуға тиісті.